На сцене Нуржан Байсаков, преподаватель школы-лицей номер 54. Жүрушелің ылғимаған өкпелі, киюшелің мал болмайсың деді мені. Сол сөзіңді сірә айтып алысау шамасы атышулы баймаған деді сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да алтын жіппен әттелген жағасы сұрышты тастай салды баласы. Сөйле, деді әкесі. Қандай ерлік көрсеттің, 2 ай бойы кәне қайда жол шектің? Баласы айтты. Топ бастағы дейін 4 адам Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға қосып алды ортаға. Бұл түгелдегі малымның ақылы, еркін жетері әңгіме ол бір қанға. Қапысында қармақ салып, Махамбетті алдап салып, басын кесіп сыйға тартты сұлтанға. Ой, залым-ай! Жүзі қарыз алмай, мұнша залым екеніңді қалай келген танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Деп әкесі жас үйді жанарға. Қабағымды жаба қалды неге бұл? Әке, сені қай сөзге сенемін? Есіңде ме? Менің бала күнінде Махамбетті жек көремін дегенім. Рас ұлы, айтылған сөз отпен тең бір кезде мен Махамбетті жек көрген. Әлде кеншін шағын ол ақылға, пенделік қой салған мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен атса да сол таңдарым қайраған жоқ, қызғаныштың қанжарым іштен тынып жүре бердім төзген бұл, өзін шексіз құлай сүйген жанбарын қайран ақын сезген жоқ. Анам марқұм ол дегенде от жалында көзінен, тамсанатын ақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ол ақынға дегенін кәр сезімін көлге бірге ала кетті ол өзімен. Әттен біздің сормаңдайлы жайықта, ерлер аз қой баралатын байыққа, тым кешіп тұм Махамбеттей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айтпа. Құдіретті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын деген киелі аққу самғаған, ал ендеше аққудатқан пендені қаятаңнан көрмелі оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес ең бірінші адамсың. Нақ мынадай қасиет соғылға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім арманда еннен ұлым, енді сені қойып жердің өніне ызалырбақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сен ұлым. Және бұл зар оңайлықпен тыйылмас. Қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас жә. Не қайыр, налы мейлі налыма. Сорлы балам, дұлыпсың ау сорыма. Өзіңіздің өзің қазған орыма кеттік қане, ішкімді қолға. Ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңірі көк шаққалы, олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршын, болатынын ұғарсың, сен әрине құралайды көзге атқан, атқан оғын маздатқан менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың. Дейді әкесі, құлазым нар көңілі. Дірдім, ұмытқан жоқ, деді ұлы. Балам, қызығымның өлшемі өзің едің. Қайғым болдың еңсені, қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастайғы әкеңді. Мына жолмен жүріп өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұнарсың қатеңді. Кім аяққа басса саңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын, кешірім мені таусылды бар амалым. Дала зәңі, баба зәңі, қарағы, деп әкесі қолын алды садағын.